Барлықтарыңызға сәлем достар. Мен бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын творожный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқа, қант және де жұмсақ сары майды салып миксерлеп аламыз. Миксерлеп біткеннен кейін ұнды міндетті түрде ситадан өткізіп қосамыз және де разрыхлительді қосамыз. Ұнды салғаннан соң қолмен немесе миксердің осындай насадкасымен араластырып аламыз. Тестамыз осындай болған кезде лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Сосын қолдың көмегімен біркелкі болғанға дейін илеп аламыз. Тестаны үстелдің үстіне қойып, тағы да илейміз. Теста өте жұмсақ болып шығады, бірақ та қолға жабыспайтын болу керек. Тестаны салафанға салып, начинка дайын болғанға дейін бөлме температурасында қойып қоямыз. Начинкасына творогты алып, қолдың көмегімен осылай үлкендерін үгітіп аламыз. Творогтың үстіне жұмыртқа, қант, манная крупа және ванилинді салып, миксермен немесе блендермен араластырып аламыз. Творогты блендермен араластыруға кеңес беремін. Менде блендер жоқ болғандықтан мен миксерді қолдандым. Миксерді қолдансаңыздар да бола береді. (24) диаметрлік формамызға пергамент қағазын төсеп және де шет-шетіне сары майды жағып, тестамызды осылай тегістеп жайып шығамыз. Начинкамызды салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Пирогымыздың шет-шетін шанышқының көмегімен осылай тегістеп шығамыз. Кішкене тестаны алып, пирогтың бетіне осылай гүл немесе басқа фигуралар тістеп қойсаңыздар болады. Енді 150 градуста қызып тұрған пеште 1 сағат пісіріп аламыз. Пирогымыз дайын, өте дәмді болып шыққан. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Пирогты ыстық кезінде кесуге болмайды, тек қана 1-2 сағат жақсылап суытып, сосын барып кесу керек. Толығырақ рецептін описанияға қалдырып кетемін, сол жерден көре аласыздар. Instagram парақшамды жоғарыға белгілеп кеттім және де ссылкасын описанияға қалдырып кетемін. Егер де дәл осы рецептпен жасаған болсаңыздар, историяға салып мені белгілеуді ұмытпаңыздар.